Сосын екіншісі өлең құрастыруға үйретіп жаттығулар. Тірек сөздер арқылы өлең құрастыру. Оқушыға сіз ұйқасатын сөздер бересіз. Ол әртүрлі болуға болады. Бір буынды ұйқасатын сөздер, мысалы жаз, саз, қаз деген сөздерді беру арқылы бір буынды. Ең оңай өлең құрастырулыққа оқушыларды жұмылдыруға болады. Екі буынды сөздерді алу арқылы, екі буынды сөздерді ұйқастыру арқылы өлең құрастыру. Үш буынды сөздерді, ұйқасатын сөздерді тапсырма ретінде беру арқылы, сол сөздер арқылы өлең құрастыруға жетелеу. Осындай жұмыстар қолға алуға болады, тірек сөздер арқылы өлең құрастыруда. Сосын аяқталмаған шумақты жалғастыру. Ақындың белгілі бір өлең жолдарын алып, соның бір-екі жолын бересі де оқушыларға. Үшінші, төртінші жолдарын сіз қалай аяқтар едіңіз деген тапсырмалар беруге болады. Сосын жаңағы ақын қалай аяқтады. Оқушының жұмысын қарағаннан кейін ақынның жұмысымен салыстыруға болады. Келесі, бір тақырыпта бірнеше стильде өлең жазу. Мысалы, тақырыпты сіз бересіз, достық тақырыбын беріп, осыған бір бала, мысалы, лирикалық жанрда стильде жазса, келесі балаға сатиралық жанрда стильде жазғызу. Үшінші балаға романтикалық жанрда 4 жол өлең жаздыру сияқты тапсырмаларды беру. Осының өзі жаңағы бір тақырып аясында қаншама кең ақпараттарды, кең жұмыстарды істеуге болатындығын оқушыларға түсіндіреді. Үшінші, метафора мен теңеуді қолдануға арналған тапсырмалар. Заттарды сипаттау арқылы теңеу ойлап табу. Мысалы, аспан дегенді басқаша қалай атауға болады деп сұрап көріңізші. Балалар неше түрлі ойларын айтуға болады. Мысалы, көк күмбезі, көк перде, көк шымылдық деген сияқты сөздерменен аспанды метафоралап беруі мүмкін. Тек енді аспан емес, кез келген сөзді метафоралауға болады. Онда да негізінен метафоралау үшін зат есім болу керек ол сөзді. Берілген сезімді метафора арқылы жеткізу. Мысалы, үрейім ұшып кетті деген сөзді алайық. Үрейім ұшып кетті. Бір қарасақ, тұрақты тіркес. Енді ойланып болсақ, үрей деген сөз алғашқы мағынасында қорқыныш дегенді білдірсе, енді ұшып кету, ұшу бұл құстарға ғана тән қасиет. Үрей, ұшу деген бұл жерде метафоралық қасиетке ие болып тұр. Сосын белгілі бір тақырып бойынша көркем тілмен суреттеу жаттығулары. Өзен жағалауын суретте, тіпті жай қарапайым көпірді суреттетуге болады, көпірді. Мына жаяу жүргіншілер жолын суретте деген сияқты оқушылар, балалар күнделікті өздерінің көз алдында пайдаланып жүрген нәрселерін суреттетіп жазғызу да бұл оқушыларды ақындыққа алып келетін бір жақсы жол. Төртінші, ақын стиліне еліктеу. Енді сізде бәріміз білеміз, қазақ халқы ақын халық дейміз. Бұрынғы заманда бастау басына су алып келген қыздарға жолыққан қазақтың кез келген жігіті 4 жол өлеңменен сол қыздармен танысып, сезімдерін білдіріп, өзін танытып кете берген. Сонда 4 жол өлең құрай алмайтын жігіттерді қазақ қыздары да жігіт деп көрмеген. Яғни бұл біздің қазақ халқының сөзді қандай жоғары керемет бағалағанын көрсететін нәрсе. Бұл 4 жол өлең құрау, суырып салып айту, бұл біздің қазақ үшін азаматтығын, азаматтың жігіттігін көрсететін бір қасиеттің бірі деп есептеген. Сондай қасиетті тұлғаларымыз, мысалы, Абай, Мұқағали, Фариза. Осы кісілердің өлеңдерін алып, өзара салыстыру, сөз қолданысын салыстыру, ұйқасын салыстыру.
тілдік, көркемдегіш, бейнелі сөздерді қалай пайдаланатындығын салыстыру, сол арқылы әр ақынның өзіне тән стилін анықтату жұмыстарын жүргізуге болады. Және де білімді қорытындылау мақсатында, мысалы, Абайға еліктеп, Абайдың стилінде қысқа өлең жазуға беру, Мұқағалидың стилінде қысқа өлең жазуға беру, Фариза Оңғарсынованың стилінде қысқа өлең жазу беруге болады. Енді мен бұл жерде Абай, Мұқағали, Фариза үшеуін міндетті түрде ал деп отырған жоқпын. Әр мұғалім өзі қай ақынды жақсы көреді, қай ақынның өлеңін көбірек біледі, оның бәрін ала беруге болады. Сосын ақынның бір шумағын жалғастырып жазу. Жаңағы сіз өзіңіз оқушыға тапсырма берген ақынның өлеңін аласыз да, бір жолын беріп, қалған екінші жол немесе үшінші жолдарын сіз қалай жазар едіңіз деп оқушыға жазғызып, оқушы жұмысын аяқтағаннан кейін жаңағы ақынның ары қарай қалай жалғастырғанымен біздің жас ақынның қалай ары қарай қалам сілтегенін салыстыруға болады, әріптестер. Енді ақындықты арғы дамыту үшін топпен жұмыстың маңызы өте зор. Тақырыптық өлең жазу топпен. Топқа жаңағы тақырып бересіз, топқа тақырып бересіз. Сол тақырыптың аясында оқушылар ақылдаса отырып, әңгімелесе отырып, сөйлесе отырып, топпенен өлең жазып шығу. Бұл өте үлкен нәтиже беретін әдіс. Өйткені оқушылар бұл кезде жазып отырған өлеңдерінің ұйқасына да назар аударады, оны да талдай отырады. Мысалы, мына сөз, ана сөз ұйқаспай отыр деген сияқты. Немесе мынау көркемдік тәсілге келмейді мына сөз. Осы сөздің орнына мынандай сөздер қолданайық деген сияқты өзара пікірлесе отырып жазады. Тақырыптық өлең жазуда. Топпен, сосын кейін бір өлеңді бірнеше бөліп жазу. Әр оқушы бір шумақ жазады. Немесе жолдар, сіздің алдыңызда 10 бала отыр, достық деген тақырыпта 10 бала бір-бір жолдан келеді. Өз өлеңдерінің бір-бір жолын ұсыну арқылы жаңағы бір өлең 10 жолдан тұратын бір өлең туып тұр. Өзара пікір алмасу, талдау және қолдау. Бұнда оқушылардың жазған өлеңдерін бір-бірімен алмасу, бірінің өлеңіне бірі пікір айту, оны талдау, қолдау жұмыстары оқушыға үлкен шабыт беретін, ақындыққа алып келетін жолдардың бірі. Міне, құрметті әріптестер, бізде енді бүгінгі жұмысымыздың соңғы бөліміне келдік. Қазір біз бағалау лекциясы бөліміне келдік. Қандай бір сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Не үйрендіңіз? Сіздің өзіңіздің, сіз ақын шығарсыз мүмкін, ақындық жолыңыз туралы бөлісуіңізге болады, кеңесуге болады. Келесі сөз кезегі сіздерде. Әріптестер, сөз кезегі сіздерде. Қандай пікірлеріңіз бар, қандай ойларыңыз бар? Енді сіздермен мен байланысқа шығып отырғандағы негізгі мақсат өзімнің жасаған жұмыстарымның мен бөлісу негізі. Осы авторлық бағдарламаны жаңағы элективті курс
вариативтік сағаты бар мұғалімдер, қолайлы тақырыптар таба алмай жүрсеңіздер, және менімен әріптестік байланыста жұмыс істеуге болады. Сәлеметсіз Өміржан мұғалім. Иә, сәлеметсіз. Жұмысыңыз өте тамаша екен, нақты Қазақстанға арналған, өте жүйелі, қолдануға болатын керемет жұмыс екен. Болашақта қолданамыз деген ойдамыз. Сізге сәттілік, ары қарай осылай жұмысыңызды жалғастыра беріңіз. Сәттілік. Кәне кері байланысқа шығыңыздар, әріптестер. Сіздердің кері байланыстарыңыз біздер үшін маңызды. Я басқадай сұрақтарыңыз жоқ па? Пікірлеріңіз жоқ па? Айтарларыңыз болса, түсініксіз болып қалған жағдайлар жоқ па? Егер менімен байланысқа шыққысы келетін, әріптестік орнатып ары қарай жұмыс жасауға ниеті бар мұғалімдер болса, телефон нөмірін беруге болады. Өйткені бұл жұмыс негізі қазақ сыныптарына арналған. Қазақ сыныптарының балалары үшін өте пайдалы деп ойлаймын. Және де маған көрші ауданымыз Нұра ауданы мен жұмыстап отырмын қазір. Бұқар жырау, Осакаров аудандарымен жұмыстап отырмын. Тарату осы аудандармен тарату жұмысы рұқсат етілген маған. Егер де байланысқа шыққыларыңыз келсе, телефон нөмірімді жазып алуларыңызға болады. 8771 456 5156. Әріптестер, сіздерге Алла разы болсын. Рахмет назарларыңызға. Сіздермен ой бөліскеніме қуаныштымын. Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, онда шеберлік сабағымызды аяқтайық. Рахмет. Сабағыңыз өте жақсы болды. Барлығы түсінікті, жүйелі жазылған екен. Жақсы, рахмет Өміржан аға. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, ия.